Бұл біздің жер ғаламшары. Жер ғарышта айналып жүреді. Ол көгілдір әрі әдемі көрінеді. Жерде тіршілік бар. Жер бір тұтас шар сияқты. Бірақ оның бөліктері бар. Бұл бөліктерді сфералар дейді. Олар табиғатты құрайды. Жердің 4 негізгі сферасы бар. Олар атмосфера, гидросфера, литосфера және биосфера. Атмосфера ауа қабаты. Ол жерді қоршап тұрады. Біз сол ауамен тыныс аламыз. Ауа өмір үшін керек. Атмосфера бізді қорғайды. Ол күннің зиянды сәулесін ұстайды. Жаңбыр да осы қабатта пайда болады. Бұл қабат өте маңызды. Гидросфера – барлық су. Жер бетінің көп бөлігі су. Су мұхиттарда болады. Су өзендерде де ағады. Көлдер де гидросфераға жатады. Теңіздер де суға толы. Тіпті мұзда су. Су тіршілік көзі. Су болмаса тіршілік болмайды. Өсімдіктерге су қажет. Жануарларға да су керек. Адамдар да сусыз өмір сүрмейді. Литосфера қатты жер қабаты. Бұл жер қыртысы. Біз осы қабатта өмір сүреміз. Ол тастар мен топырақтан тұрады. Таулар литосфераға жатады. Жазықтар да осы қабатта. Ормандарда жер үстінде өседі. Бұл құрлық бөлігі. Биосфера тіршілік әлемі. Бұл жерде барлық тірі ағзалар бар. Оған өсімдіктер кіреді. Жануарлар да осында. Микроағзалар да биосферада. Құстар аспанда ұшады. Балықтар суда жүзеді. Тіршілік барлық жерде бар. Сфералар бір-бірімен байланысады. Ауа суға әсер етеді. Су жерге әсер етеді. Барлығы бірге жұмыс істейді. Жаңбыр жерді суарады. Өсімдіктер өседі. Жануарлар қорек табады. Бұл табиғи байланыс. Жер бір үлкен жүйе. Барлық бөліктері бірге жұмыс істейді. Біреуі өзгерсе, басқасы да өзгереді. Бұл тепе-теңдік деп аталады. Табиғатты қорғау маңызды. Суды ластамау керек. Ауаны таза ұстау керек. Жерді күтуіміз керек. Ағаш отырғызу пайдалы. Қоқысты дұрыс тастау керек. Суды үнемдеу керек. Бұл жерге көмектеседі. Жер тіршілік мекені. Ол бізге бәрін береді. Біз жерді қорғауымыз керек. Бұл біздің борышымыз. Жер сфераларын білу маңызды. Ол табиғатты түсінуге көмектеседі. Біз табиғатты жақсырақ қорғаймыз. Білім күш. Жер біздің ортақ үйіміз. Оны бәріміз бірге қорғайық. Табиғатты аялау жақсы іс. Болашақ біздің қолымызда. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.